Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның климаттық жағдайлары, ылғалдану режимі. Бүгінгі сабақта жауын-шашынның пайда болуы мен жаууы, екі үрдісті атмосфералық мен ауаның жоғары қарай бағытталған қозғалыстарын білетін боламыз. Яғни, біз қысқаша түсіндірме жұмысын жүргізетін боламыз. Қазақстанның климаттық жағдайларындағы ылғалдану режимі елдің географиялық орнына және ауа массаларының қозғалысына байланысты әртүрлі болады. Мысалы, бұл қалай түсінесіздер? Қозғалысы деген ауа массалары үнемі қозғалыста болған кейін ылғалдану режимі де өзгеріп отырады. Республика аумағында басым бөлігі құрғақ және шөлейт аумақтар, мұнда жылдық жауын-шашын мөлшері 150-300 мм шамасында, ал солтүстік және таулы өңірлерде ылғал көбірек түседі. 400 мың мм-ге дейін ылғалдану коэффициенті солтүстіктен оңтүстікке қарай азаяды. Негізінен Қазақстанда булану мөлшері жауын-шашыннан артық болғандықтан климат құрғақ континенттік сипатта. Ылғалдың көзі негізінен Атлант мұхиты мен Арктикадан келетін ауа массалары біздің Қазақстанға, Атлант мұхитынан келеді Қазақстанға. Келесі бізде Қазақстан аумағында ылғалдың негізгі көзі қандай және оны ел климатына әсер етеді деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Қазақстан аумағына түсетін ылғалдың негізгі көзі Атлант мұхиты мен арктикалық аймақтардан келетін ауа массалары. Бұл ауа массалары солтүстік және батыс бағыттардан еніп жауын-шашын әкеледі. Алайда олардың елдің ішкі және оңтүстік бөліктеріне дейін жете алмай шашырауы себепті Қазақстанның көп бөлігі құрғақ және шөлейт сипат алады. Сондықтан елдің климатында жауын-шашын аз түсіп, булану мөлшері жоғары болады. Яғни ауаның ылғалдануы дегенімізді біз осылай түсінсек болады. Келесі бізде Қазақстанның қай бөліктерінде ылғал молырақ, ал қай бөліктерінде аз түседі деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Яғни ылғал ең көп түсетін жаңағы аймақтар Қазақстанның солтүстік және шығыс бөліктері, әсіресе Қарағайлы ормандар мен Алтай, Жоңғар және Тянь-Шань тауларының баурайларында. Мұнда жылдық жауын-шашын мөлшері 400 мың мм-ге дейін жетеді. Ал керісінше бетпақдала, Мойынқұм және Арал маңы сияқты оңтүстік және батыс өңірлерінде жауын-шашын өте аз, жылына 200 мм шамасында ғана түседі ылғал. Келесі бізде Қазақстандағы жалпы жылдық жауын-шашын мөлшері мен булану арасындағы байланыс қандай деген мағынаға келетін болсақ, Қазақстанда климаты континенттік болғандықтан мұнда булану мөлшері жауын-шашын әлде қайда жоғары. Көптеген аймақтарда түсетін жауын-шашынның мөлшері жылына 150-300 мм шамасында ғана болса, булану көрсеткіші одан бірнеше есе артық. Бұл жағдай ылғалдың топырақта аз жиналуына, өзен суларының тартылуына, яғни өсімдіктердің ылғалға бейімделіп өсуіне әкеледі. Картада Қазақстан аумағының жауын-шашын таралуы көрсетілген. Келесі бізде ылғалдану коэффициентінде дегеніміз не деген, және ол Қазақстан аумағында қалай өзгереді ылғалдану? Осы сұраққа жауап іздейтін боламыз. Бұл сұрақтың жауабы ылғалдану коэффициенті жауын-шашын мөлшерінің булану көлеміне қатынасы арқылы анықталатын көрсеткіш. Қазақстанда бұл солтүстіктен оңтүстікке қарай біртіндеп төмендейді. Неге десеңіз, солтүстіктен оңтүстік бізде құрғақшылық, құрғақ көп. Сол себепті солтүстікте ылғал жеткілікті, себебі жауын-шашын көп түсіп, булану аз болады. Ал оңтүстікте керісінше ауа температурасы жоғары буланып, күшті жауын-шашын аз болғандықтан ылғалдану коэффициенті өте төмен болып келеді. Ылғалдану несінің формуласына келетін болсақ, жылдық булануға, мысалы, жауын-шашын қатынасы мөлшерінің ылғалдануы. К деген бізде ылғалдану коэффициенті жауын-шашын жылдық мөлшері, булану жылдық мөлшері. Осы формулаға салсақ та болады. Келесі бізде төмендегі сұрақтарға жауап іздейміз. Қазақстан климатына жауын-шашынның таралуына қандай географиялық факторлар әсер етеді және олардың нәтижесінде қандай айырмашылықтар байқалады деген сұраққа жауап. Келесі ылғалдану дегеніміз не? Қазақстан аумағында солтүстік оңтүстік өңірлерінде ылғал мөлшері неге төмен болады және булану деңгейін салыстырып сипаттайтын боламыз.